тас, бүйректегі тас кездесіп жатады, иә, бізде. Бұндай диагноздарға бірден спирулинді қоспаңыздар, бірден қосуға болмайды. Бұндай диагноздарға біз зостерокаратиннен немесе витамарин А плюс и Б плюстен бастап жайлап қосып жатырмыз. Білмеймін, мен осы тәртіппен қосып жатырмын. Екі өнімді. Витамарин А плюс таңертең сол 4-1 шай қасықтан береміз, кешке 4-1 шай қасық витамарин Б плюс береміз. Келесі күні жарты шай қасыққа көтерсек болады. И уже 4-5 күннен кейін 1 шай қасыққа көтерсек болады. Осы тәртіппен бір айдай беріп келіп жатырмыз, бір айдың көлемінде. И ары қарай уже зостерокаратин қосуға болады. Тағы да бір ай чередовать етіп. И ары қарай уже бір жарым, 2 ай өткеннен кейін уже жай спирулин қосып жатырмыз. Бір таблеткіден күніне 2 мезгіл, 3 мезгіл шамада қосып, ары қарай кетіп жатырмыз. Өйткені өтпенен бүйректегі тастың еритін түрі бар екен, менің түсінгенім, и ерімейтін коралловидный тастар болады. Вообще ерімейтін, тек операциялық жолмен алынатын. Бірақ біздің тәжірибеде көп кездесіп жатыр. Әрине бастапқы кезде бізде түсініспеушілік болды, қалайша деп. Бірақ өнімдер тасты ыдыратып, үгітіп, постепенно түсіретін, азайтып қалыпқа кетіретін қабілеттілігі бар екен көзім жетті. Именно витамарин, именно зостерокаратин, и одан кейін дальше жай спирулин қосуға болады. И саумалдың да қызметінің біріне кіретін осы бауыр өт жолындағы тастарды тазалау процесіне күшті көмек көрсететіні. Ондай кісілерге сразу айтамын мен, операция жасатуға асықпаңыз. Операция жасатқан күннің өзінде операцияңыз жеңіл әрі сапалы өтеді. Сол мақсатта ішіңіз ішіп болғаннан кейін қалыпқа келтіресіз деп айтамын. Және де операцияға дайындалып тұрған кісілерге де экстренный болады, ондай кісілерге де кішкене тоқтатын қараймыз. Потому что өт алынып тасталынғаннан кейін сіз проблемаңыздан құтылмайсыз деп айтамын. Өт алынып тасталынғаннан кейін сізде 2 проблема басталады. Оның бірі өт постоянно там тұрғаннан кейін асқазан 12 жерде жара пайда болуы мүмкін. Өйткені қапшық жоқ, постоянно там тұра береді. Екіншіден, сізде ішек жолдарындағы зат, не дейді ғой мынау, зашлакованность 2 есеге көбеюі мүмкін. Потому что май қорытылмағаннан кейін бүкіл майдың барлығы мынау неде, ішектің айналасында тұрып қалуы мүмкін. Және де үшінші проблема коленный сустав кетеді. Білмеймін, көп өтін алдырған кісілерде коленный сустав кетіп жатады. Менің ойымша сол бір фермент. Алла тағала барлығын жаратып қойды ғой, енді бекерден бекер емес. Бір фермент өттің құйылғаннан кейін бір фермент ыдырамай, сол ферменттің нәтижесінен коленный мынау суставтарға берілетін питание барылмай қалама деп ойлаймын. Соның нәтижесінен коленный суставта кетіп жатады. Сол үшін де мейлінше өтті сақтап қалуға тырысамыз. Хорошо?